Сәлем оқырман, бүгінгі қадір түніне де аман-есен жеттік. Қадір түнін қалай өткізу керек? Осы сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Қасиетті қадір түні күн батқаннан сәресіге дейін жалғасады. Қадір түнінің мән-маңызы. Айлардың сұлтаны Рамазан айы болса, түндердің ең қасиеттісі қадір түні саналады. Өйткені бұл түні Құран кәрімнің аяттары түсе бастаған. Қадір түні жасалған ғибадат 83 жылдық сауапқа пара-пар. Осыған байланысты мұсылмандар Рамазан айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізуге тырысады. Қадір араб сөзі. Тілдік мағынасы қадірлі, қасиетті, артық кемі жоқ деген мағыналарға келеді. Ал шариғи терминдік мағынасына бір жылда болатын істерді белгілеп, соның жазылуына Алла тағаланың үкім беретін түні деп анықтама берілген. Қадір түні қашан? Айша анамыздан жеткен хадисте Қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 түнінен іздеңдер делінген. 2024 жылы қасиетті Қадір түні 5 сәуірден 6 сәуірге қараған түнге түсіп тұр. Яғни, оқырман, Құдай қаласа бүгін Қадір түні не істеу керек? 6 сәуірге қараған түні күн батқан уақытта қасиетті Қадір түні кіреді. Алланың мейірімінен үміт еткен әрбір адам Қадір түні кірместен бұрын дәрет алып, таза киім киіп, үстіне хош иісті әтір сеуіп, қасиетті түнді күтуге дайындық жасауға тиіс. Тағы бір хадисте, кімде-кім Қадір түнінің қасиетіне сене отырып, сауабын үміт етіп құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіріледі делінген. Сол себепті Қадір түнінде жиі дұға жасауымыз керек. Бұл түнді Алланың разылығы үшін ғибадат жасап, намаз оқып, көбірек Құран кәрім оқып, уағыз тыңдап, барынша құлшылықпен өткізген абзал. Қадір түнінің ғибадаттарын мұсылмандар мешітте де, өз үйінде де атқара алады. Үйде діни кітап оқып, діни фильмдер көру де ғибадат болып саналады. Қадір түні не істеуге болмайды? Бұл түні адамдардың сыртынан ғайбаттап, өсек айтуға, ішімдік ішуге, жанжалдасуға, дауласуға болмайды. Достарымен көңіл көтеріп, ән айтуға, билеуге, сауық кештерін ұйымдастыруға тыйым салынады. Теледидардан ойын-сауық бағдарламалары мен фильмдерді көруге болмайды. Оның орнына тәрбиелік мәні бар дүниелерді тамашалаған дұрыс. Қадір түнінің құрметіне дастархан жаюдың қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік-терезелерді ашып қою да қате түсінік. Қадір түні оқылатын дұға. Айша анамыз пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалям, Алланың елшісі, Қадір түнінде қандай дұға жасайын деп сұрағанда, Алла елшісі, Аллам, сен кешірімдісің, кешіруді сүйесің, менің күнәларымды кешіре көр деп дұға етуге кеңес берген. Қадір түнінің артықшылығы неде? Бұл түннің артықшылығы жөнінде Алла тағала Құранда былай дейді: Қадір түні 1000 айдан да қайырлы. Қадір түнінде жасалған амал, яғни намаз, Құран оқу, садақа беру 1000 айдың ішінде жасалған амалдан хайырлы десе, Хафиз ибн Ражаб Қадір түнін жіберіп алғандарымның орнын толықтыру үшін қолданамын, өйткені бұл түн тұтас өмірге тең келеді ғой деген. Ал құрметті оқырман, бүгін Қадір түнін күтіп, барша дұға тілектеріңізді Аллах тағала қабыл еткей. Сіздермен мен Гүлжан Ержанқызы, каналдан алыстамай, колокольчикті басып, комментарийға Қадір түні барлығымызға қабыл болсын деп, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Рамазаннан Рамазанға аман-есен жете берейік. Барша мұсылман бауырлар құтты болсын.